Егер сізде ожирение ма, көп ұйықтаңыз. Қан диабеті ма, көп ұйықтаңыз. Сізде онкологиялық ауруға подозрение или уже онкологиямен анықталып жатсаңыз, онда көбірек ұйықтауға тырысыңыз. Просто так ұйықтау арқылы біз көп проблеманы негізі түбінен шеше аламыз. Яғни ұйықтаған кезде біздің организмімізде самовосстановление процесі жүреді, және біздің симпатический нервный системамыз парасимпатический нервный системаға өтіп, толығымен организм қалыпқа келу процесін іске қосады. Сондықтан қандай аурумен ауырып жүрсеңіз де, даже диета ұстап арықтай алмай жүрсеңіз де, міндетті түрде ұйқыны көбірек қолға алыңыз. Ол үшін таңғы 10-11-ге дейін ұйықтап керек емес, яғни түнгі сағат 8-де ұйқыға дайындаламыз, 9-да уже төсекке жатып қалуға тырысамыз. Сөйтіп таңертең ертесімен күн шықпай тұрып ұйқыдан тұрған, конечно, өте жақсы болады. Өйткені біз күн шыққан кезде күннің көзіне мына көзіміздің торлы қабы арқылы қарайтын болсақ, онда ол түнімен синтезделген мелатонин гормоны, яғни ұйқы шақыратын гормонды блоктап тастайды да, серотонин гормонын түзейді. Сол кезде бізде тұра сала бақыт гормонын сезінеміз, және біз ерте тұрған кезде, мысалы 6-7-де сіз уже ояу болатын болсаңыз, кешке қарай уже сағат 7-8-ден кейін ұйқы қызатын болады. Сол моментті пайдаланып, сразу ұйқыға кірісу керек. Егер осы ұйқыны жіберіп алатын болсаңыз, сіз уже 12-1-ге дейін ұйықтай алмайтын боласыз. Ал ол кезде біздің ағзамыз терең ұйқының фазасына кіріп, ертеңгі күнге толық дайындалу керек. Осы моментті жібере алмаңыз. Ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде парақшаға тіркеліп кетіңіз.